Бүгін біз сіздерменен инсаният тарихындағы ең әйемгі һәм ұлы дінлердің бірі Зардуштилік хақында сөйлесеміз. Зардуштиліктің тикарын салушысы пайғамбар Зардушт болып, оның тикарға идеясы Құдай Ахура Маздаменен тығыз байланысылы. Бұл дін Туран һәм Иран халықларының мәдениеті һәм социалдық тұрмысына терең тәсір көрсеткен. Сондай-ақ Зардушттың бұл талиматы инсанларды жақсы сөз, жақсы пікір һәм жақсы амеллерге бағдарлауды мақсат еткен. Бүгінгі күнде Зардуштиліктің талиматлары тек қана діни емес, ал бәлкім мәнәуи һәм философиялық бағдарда да үлкен ахметке ие. Туран һәм Иран халықларында мың жыллар дауамында бар болған бұл дін инсанлардың этикалық принциплерін қалыптастыруде ахметлі роль ойнайды. Бүгінгі видеода біз Зардушт және оның діни басламалары, Авесто кітабы арқылы халықларды бірлестіру жолындағы миссиясын һәм оның инсаният мәдениетіне қосқан үлесі хақында сөз етеміз. Видео басынан ақ каналымызға ағза болуды ұмытпаң. Білім дариясына сүңгуге таяр болсаңыз, біз бастаймыз. Зардуштилік әйемгі дінлерден бірі болып, оның тикарын салушысы жоғарыда айтып өткеніміздей пайғамбар Зардушт есептелінеді. Бұл діннің тикарғы идеясы Ахура Мазда, яғни данышпан Құдай менен тығыз байланысылы. Зардушт инсанларды тикарынан үш принципке еруге шақырған: жақсы сөз, жақсы пікір һәм жақсы амел. Бұл принциплер Зардуштилік этикалық қағидаларының тикары болып, онда инсан жақсы һәм жаман тәріплерді таңлаудағы еркінлігі ахметке ие. Дәслеп Зардуштилік жалғыз құдайлық дін болған, бірақ уақыт өтуіменен онда көп құдайлық элементлері де пайда болады. Бұл діннің рауажлану процесінде хархел психикалық жанзатлар, яғни амешаспентлер атап өтілген. Олар тұрмыстың түрлі тарауларын сәулелендіріп, инсанды адалат, жақсылық һәм мәңгілікке жетеклеген. Зардуштилік әйемді Иран һәм орайлық Азияда кең тарқалған. Бұл дін осы регионлардың мәдени және социалдық тұрмысына үлкен тәсір көрсеткен һәм оның элементлері бүгінгі күнге шекем сақланып қалған. Ислам дәуірінде Зардуштилер жамааты қысқарған болса да, Иран, Хиндистан һәм басқа мемлекетлерде иелігі шекем бар. Зардуштиліктің тикарғы принциплерінен бірі бұл өлімнен кейінгі өмірде есап беру болып табылады. Яғни инсанның жақсы һәм жаман іслері инабатқа алынады. Егер инсанның жақсы іслері жаманлықларынан көп болса, оның рухы жәннетке жетекленеді. Жаман іслер көп болса, онда табиғи рәвіште дозаққа түседі. Айтуымыз мүмкін, Зардуштилік жеке жауапкершілікті біріншілерден болып атап өткен дінлерден бірі есептелінеді. Бүгінгі күнде Зардуштилер саны азайған болса да, оның инсаният діни һәм философиялық дәстүрлеріне тәсірі үлкен. Эрамызға шекемгі бірінші мыңжылдықта пайғамбар Зардушт тарапынан өзі жасаған жәмиетте әмелде болған әдеп икрамлылық нормалары, низам қағидалар тәртіпке салынды. Зардушт жасаған дәуірде Туран һәм Иран аймақтарында социалдық қатынаслар бірқанша жетіліскен еді. Іздеп шығару күшлері және оны басқару нәтижесінде экономикалық рауажлану тенденциясы көзге таслана баслаған. Патриархат, әке рухы қол астындағы шаңары һәм ұру топарларының жәмиеттегі позициясы өсіп, мемлекетшілік дәстүрлер үшін тикар жаратқан дәуір еді. Келесіде бүткіл бір қала, мемлекет ямаса, мемлекеттің бірден бір хүкімдары сипатында іскерлік жүргізіп атырған дүниялық хакимият. Оның идеологиясы һәм рухи өмірін тәминлеуге қызмет етіп атырған діни хакимияттың өзара байланыстары һәм бір-біріне тиесілі болмаған вазипалары пайда болды. Зардуштилік талиматы Туранда пайда болды. Иран қазіргі Афганистан аймақтарына тарқалды. Тарихи процесслер Зардуштилікке сыйынуға өз түзетулерін кіргізді. 18 ғасырда Хиндистанға келген француз зерттеушісі Анкетиль Дюперон зерттеулері себеплі Авесто хақындағы мағлұматлар дүния іліміне жарияланды. Сонда айту керек, өкінішлісі, бізге шекемге 21 кітап, яғни насықтан ібарат Авестоның барлығы жетіп келмеген. Эрамызға шекемгі 4-ші ғасырдегі Александр Македонскийдің жүріслері дәуірінде 12 000 қарамал терісінен тігілген кітаптың айрым бөлігі жоқ етілген. Эрамызға шекемгі шамаменен 618-554 жылларда жасаған Зардушт темасы Заратуштра өз қауымының от, су, қауа һәм топырақпенен байланыслы отқа сыйынуын тәртіпке салып, жалғыз Құдай Ахура Маздаға сыйынуды пайғамбар ретінде үгіт насихатлады һәм өзі тикарланған талимат үшін әмелдегі үрп әдет һәм низам қағидаларды жинаған Авесто кітабын тәртіпке салды.
Айтқанша, Зардушт, яғни Заратуштра аты алтын жолы түйеге жетеклеген деген мәністі аңлатады. Құласы бұл пайғамбар өзі туылып өскен, жасаған, талиматын үгіт насихатлаған, Туран һәм өз талиматын жария еткен Иран халықлары үшін жүдә үлкен әһмиетке ие дерек қалдырды. Сондай-ақ өзіне шекем әртүрлі қауымлық қиялларға әмел етіп жасаған ру топарлар. Қауымлерді зардуштилік һәм Авесто атрапында бірлестіру сияқты миссияны орынлауға кірісті. Оның пайғамбарлық атағына ерсу тарихы иләһи болса да, бірақ ибратлы есапланады. Зардушт өз дәуірінің зиялы адамы да еді. Ол діни ілімдер білімданы, философ һәм талантлы шайыр да болған. Өз дәуірінен ілгерілеп кеткен Зардушт Туран халқларының келешегін, рауажлану басқышын жалғыз Құдайға сыйынуда деп білді. Халықты бірлестіру үшін Наурыз байрамларына бас болып, инсанлар рухиятын көтеру үшін мәз қылса да, хаума ішімлігін ішуге рұқсат берді. Сондай-ақ оның пайғамбарлық атағына ерісу де тікелей хауама менен байланысты сөз етіледі. Сол дәуір дәстүрлеріне бола таярланған өткір хаумаға таза суды қосып ішілген. Хаумаға пак суды қосу мәресімінде руханилер бұл жұмысты Зардуштқа сеніп тапсырады. Бұл үгіт насихатлау құры сөзден ібарат болмай қос сияқлы атқарылатқан тармақлы текстлер жеке Зардуштқа тиесілі деп атап өтілген гох ямаса гатлар арқалы әмелге асырылады. Бірақ Зардуш өз жұртында қауымлік сыйынуларға қатты беріліп кеткен руханилердің қатаң қарсылығына ұшырап, Туранды тәрк етуге мәжбүр болады. Құбла боқтарға өтіп, оның хүкімдары Кави Виштасп алдына барады. Ол жердегі Арьянам Вайчаш Тураннан келген бұл пайғамбардың талиматын қабыл етеді. Зардуш талиматы һәм зардуштилік Иран аймағында да тарқала баслайды. Бірақ еліге шекем Зардуш және оның талиматына қарсы болған күшлер бар еді. Ол 77 жасқа кіргенде ибадат қылып отырған уақытында дұшпанлар тарапынан өлтіріледі. Ол шаңырақлыда болып 4 перзенттің әкесі еді. Ол өлтірілген болса да, тек арғысы ол айемгі отқа сыйынушылықты өз дәуірінің алдыңғы талиматы зардуштилікке айландырғаны цивилизациялық көрініс алды. Себебі оның жалғыз құдайлық, жалғызлық һәм адалат идеялары Туран һәм Иран халқлары арасында кең тарқала баслаған еді. Бұл сыйыну Туран Түркістан халқларының эрамызға шекемгі 7-9 әсірлерге шекем болған діни сыйынуы зардуштилік болып қалды. Ол қатаң тәртіпке салған, яғни низамластырған Авесто кітабы Туран һәм Иран халқларының айемгі тарихын жаратуда ахметлі дерек болып қалды. Авесто кітабының дәслепкі формасы Авесто жазуында бітілген. Бұл кітаптың дәслепкі 12.000 қарамал терісіне жазылған бөлегі 22 харіплік белгілі арамей әліппес тикарында жазылған еді. Бірақ Авестоның дәслепкі көрінісіндегі текстілерінің көпшілік бөлегі Александр Македонский жүрістері уақытында, яғни эрамызға шекемгі 4-ші әсірде жоқ қылынды. Алып кетілді, сондай-ақ біразы сақланды. Сақланған Авесто текстілер арасында аузекі ятлап алынғанлары Зардушти қауымлер тарапынан әулеттен әулетқа жеткізілді. Ясна, Виспрат, Видевдат сияқты бөлімлері ұлыма 21 кітап, яғни насықтан сақланып қалғанлар еді. Кейінгі ғасырда Зардуштилер күнделік мұтажлық үшін қолданатын текстлер топламы Хуртак Апастак, яғни кіші Авестоны қайта тіклеуге харекет баслады. Бұл жұмысты дәслепкі мәрте Парфиядағы Аршакелер династиясы уәкілі Вологез бірінші әмелге асырды. Оның жарлығы менен Авесто текстлері сол мемлекетте әмел еткен Парфион жазуында тікленген. Өкінішлісі бұл текстте түрлі сияси һәм идеологиялық себеплерге бола бізге шекем жетіп келмеді. Сондан кейін бұл жұмыс қайталдан Зардуштиліктің мемлекет діні сипатында қабыл еткен Сасанилер салтанаты дәуірінде әмелге асырылды. Текстлердің хақиқи айтылуын сақлап қалу мақсатында арамей жазуға текарланған Орта Парис Пахлави тілінің әліппесі негізінде қалыптастырылды. Орта Парис Пахлави тілінің әліппесі негізінде қалыптастырылды. Онда фонетикалық тараптан Авестоның айемгі жазу формасын қайта тіклеуге харекет етілген еді. Нәтижеде 48 ғаресіз белгі һәм 3 лига түрлі әліппе жаратылып, аузекі сақланған бөлімлері жазып алынды. Зардуштилік тек қана Туран аймағында емес, ал бүткіл жаһан тарихында ең айемгі дінлерден бірі болып, онда текарынан екі қарама-қарсы тараплер: жақсылық һәмде жаманлық, жақтылық һәмде қараңғылық, адалат һәмде адаратсызлық арасындағы күреслер. Сондай-ақ олардың инсан ойларын иілеу менен байланыслы харекетлері құрайды.
бронза һәм дәслепкі темір жәмиетінде жасаған, сондай-ақ өз тәлиматын үгіт насихатлаған Зардушт сол дәуір шеңберінде пікір жүргізген һәм инсанлардың жақсылыққа болған ұмтылуларын арзу еткен пайғамбар еді. Инсанияттың айымғы дінлерінен бірі отқа сыйынушылық болып, ол зардуштилік дініменен бірге қайта қалыптаспегенше жәмиетте үрп-әдетлерді, низам қағидаларды жаратып болған еді. Соны да айрықша атап өту керек, Зардушт болса өз тәлиматыменен оларды тәртіпке салып, Авесту кітабына тикар салды. Зардуштилікте адамның әлемге мүнәсібеті арқылы оны инсан дәрежесіндегі камалатқа жеткізу идеясы жатады. Бұл тәлимат әлем һәм адамның өзара тығыз байланыслы екенлігін түсіндіруге, адамды жаратқан болмысты, яғни енді тіршілік дерегі болған адамның иесі саналған инсан бұл інамды қорғауға, асырауға, оған зиян жеткізбеуге жауапкерлігі түсіндіріледі. Жақсы ой, жақсы сөз һәм жақсы әмел иесі инсан жақсылық дүниясын жаратқан Құдай Ахура Мазданы тән алуы, оның пайғамбары Зардушт көрсетпелеріне әмел етуі шарт еді. Бірақ бұндай кескін бұрылысқа жәмиет тайын емес еді. Сол себеплі зардуштиліктегі жалғыз құдайлық идеясы зардуштилік отқа сыйынушылар арасында болған көп құдайлық дәстүрлеріменен араласып кетеді. Нәтижеде инсанлар санасы, сөзі һәм істеген іс-харекетлері де жақсылық һәм жауыздық арасында күрес, яғни дуалистлік көзқарас көрінген. Жақсылық дүниясын жаратқан Ахура Мазда жауыздық дүниясы басында тұрған Ахриманның қарсылығына ұшырайды. Екі күш арасында инсан ойлау үшін күрес кетеді. Бұл күрес инсанның жасау тәрізін белгілеп береді. Таңлау болса, инсанның өзінде қалады. Инсан тикарынан Ахура Мазда жаратқан жанзатлардың пәкленген тымсалы еді. Видеводтың екінші фрагарды, яғни бөлегінде тікелей имақ шаяти хақындағы асотир, яғни Джамшид хақындағы асотир болып, онда зардуштилік философиясы ашып беріледі. Онда Ахура Мазда Зардушттан алған има, яғни Джамшидке әлем хақында хабар бергенін, оған адамлар үстінен патшалық атағын беріп, тағы оған көрсетпелер бергенін айтады. Джамшидтен мен сенің жаратқанларыңды көбейтіремен, дүнияңды қорғайман, барлықты қорғайман, оның асыраушысы һәм жетекшісі боламан. Менің патшалығымда суық самалда, жазирама ысыда, қараңғылықта, дәртте, өлімде, өтірікте һәм жауыз ниетте болмайды деген уәдені алады. Ахура Мазда 1000 жыл әлемді басқарған има, яғни Джамшидке топырақтан 4 тарепі ат шабатығындай болған var, яғни қорған құруды үйретті. Сол дәуірде 1 жыл 1 күндей түйілген. 40 жыл өтіп 1 жұп адамнан 2 адам туылған. Олар еркек һәм қаял болған. Хайуанлар өз жұбыменен көбейіп, варда, сол қорғанда бақытлы жасаған. Яғни има Джамшид патшалық еткен дәуірлер үлкен алтын әсір есапланған. Бірақ имады Ахриман шақырғына ұшырасып намысланып кетті. Ахура Мазда қадаған еткен аухат қарамал көшін жейді һәм бұның нәтижесінде тек қана Джамшид, бәлкім оның қауымы де өз тынышлығынан айырылып, түрлі бәле қадаларға ұшырайды. Бұл Ахриманның Ахура Мазда жаратқан инсан ойы үшін күрес басланғанын көрсетеді. Яғни енді жақсылық дүниясына қайту күреслеріменен, тек қана ауыр минетпенен кешуі баян етіледі. Жақсылық һәм жауыздық арасындағы күрес уақытыншалық болса да, бұл уақытта инсан үлкен сынауларды өз басынан кешіруге мәжбүр еді. Мүмкін бұл күрес 3000, 6000, 9000, 12000 жыл дауам етер. Бірақ бұл күресте ақыр-ақыбет Ахура Мазда жеңімпаз болады. Ахура Мазда жақтылық, абатлық, саламатлық, тынышлық, парауанлық сияқты барлық жақсылықтардың жаратушысы һәм басқарушысы деп түсінілген. Сонан кейін инсан үшін бұл жақты дүниядағы мәңгі парақатшылық басланады. Бұның үшін Ахура Мазданың пайғамбары Зардушт тәлиматына әмел ету талап етілетұғын еді. Жоғарыда атап өтілгеніндей, Ахура Мазда барлық инсанларды жақсылық етуге шақырады. Ол бұл шарлаудың социалық этикалық системасын Зардушт арқылы хабар береді. Жәмиет ағзаларының Зардушт үгіт насихатлаған қағидаларға әмел етуі рухи кәмілдікке жету жолы еді. Атап айтқанда, Ясна кітабында келтірілуінше жақсылық һәм жаманлық арасындағы күресте аралық жол болмайды. Сол себеплі бірде-бір инсан күрестен шетте қалуы мүмкін емес. Себебі инсанның мінез құлқы, сыйынуы һәм сенуі күресте шешуші роль ойнайды. Әлем һәм адамның өзара байланыслылығы Зардушт тәлиматының ахметлі буыны есапланады. Сол себеплі бүткіл әлем 4 нәрсе: топырақ, су,
Хауа һәм оттан ибаратлыгын түсіндіріледі. Айни Ахурамазда жаратқан адамның табиаты бұл төрт нәрсеменен байланысты болып, бұлар мұхаддис есапланады. Бұл мұхаддис нәрсеге зиян жеткізу, патасландыру, абайламай сарпылау ең үлкен күнә сипатында айтылады. Атап айтқанда, Видевдот кітабының 3-ші фрагматы, яғни бөлігі жер құрметіне айтылған сөздерден ібарат. Одан туры пайдалану бойынша көрсетпелер де берілген. Онан топыраққа жақсы қарау, оны суғарып өнім алу, хауаны патасламастан пәк сақлау бұйырылады. 4-ші фрагмат, яғни бөлектің 3-ші бабында болса, ешкім пәк су һәм мұхаддис отқа hürmetsizlik қылмасын, су алдында һәм от алдында уәдеге қиянет ету күнәсі кешірілместір дейіледі. Кімдір сол 4 заттың біреуіне зиян жеткерсе қатты жазаланған, қатте өлімге үкім етілген. Атап айтқанда, топырақтың пәкілігін тәмелеу мақсатында өлген адам денесіндегі харам етті тазалап, кейін астадонға салып наусларға көму енгізілген. Бұл талиматта тірліктің дерегі минет екенлігі, шаруашылық, диқаншылық һәм өнер менен шұғылану жақсы әмел есаплануы көп орынларда атап өтіледі. Сонымен бірге мархумға да өзіне тән мүнәсібет қалыплескен. Сонымен бірге оларды да пәклеу, hürmet менен көму һәм уақыт менен еслеп тұру енгізілген. Сол себеплі де 3, 7, 20 һәм 40 сияқлы исламға тән болмаған үрп-әдетлеріміз зардуштиліктен сақланып қалған. Ұлыма алғанда тікелей зардушт дәуіріне тиесілі гох ямаса гатлар, яғни мұхаддес қосықлар сипатында атқарылып келінген. Бұл тарихымыздың бронза дәуірінде қалыплескен дәстүрлерінен дерек береді. Яшыларда болса, архаик һәм дәслепкі темір дәуірі социалық-экономикалық тұрмысы, мәнәуияты, әдеп икрамлығына тиесілі тәреплер көзге тасланады. Жәмиеттің қалыплесіп, рауажланып бару басқышлары көзге тасланады. Бұлардың барлығы Туран, соңынан Иран қауымлері һәм елатларында алғашқы мүнәсібетлер орнын дәслепкі табақаластырылған жәмиетлер иелеп дәуірді көрсетеді. Бұл дәуірдің қалыплесі үшін зарур болған күшлі идеология зардуштилік талиматы еді. Себебі зардуштқа шекемгі әйемгі бабаларымыз өздеріне тиесілі болған қауымлердің діни ойларына әмел етіп жасаған. Келесте болса, жаңа тарихи басқыш дәуір басланып, жаңа басқышта көтерілу процесінде бұл қауымлерді бірлестіретұғын талиматқа мүтәжілік пайда болған еді. Өз жұртында қолап қуатланбаған һәм қадағалауға ұшыраған зардушт бақты балыққа өтіп, оның патшасы Виштаспқа өз талиматын түсіндірді. Виштас бұндай жақсы идеясы болған инсанды, яғни пайғамбарды қолап қуатлады. Бұл жерде зардушт діни басламаш сипатында өз талиматын енгізуге кірісті. Сол дәуір үшін алдыңғы діни һәм рухи орталықты жаратты. Әйемгі отқа сыйынушылықты бір системаға салды. Ол мемлекеттің сияси һәм идеологиялық басқаруын қалыплестірді. Зардуштиліктің инсан һәм табиат, жақсы һәм жаман арасындағы күрес, жақсылық һәм жауыздықтың тұрақлы күресі сияқлы философиялық идеялар бүгінгі күндегі қадіриyaтларымызға терең сіңіп кеткен. Өкініштісі көплеген кітаплар һәм деректер тынымсыз жүріслер нәтижесінде жоқ қылынған болса да, бар болған білімлер бізге әйемгі тарихты, мәдениетті үйренуде текарғы база сипатында қызмет етеді. Видео соңында соны айту мүмкін, зардуштиліктіні тек қана тарихта емес, ал бүгінгі күнімізде де мәнәуи һәм философиялық зерттеулердің текары болып қалмақта. Сол себептен де зардуштиліктің әйемгі деректері һәм идеялары заманауи жәмиет ұшында өрнек болары сөзсіз. Бұл жайхун жой бар еді, бізден ұзақласпаң. Алдағы уақытларда көріскенше, хош, саламат болың.